Селям алейкум, урметлі серджілер, бу UATV студияда Украина хаберлері бұл сізлерге дүнияда ве Украинада олып кечкен вақалары қында тариф етмеге азырмыз бүгін мартның 19-ы салы күні. Украина президенті сайлавларында евел олмаған көзетежелер сайысы. Меркези сайлав комиссиясы қайдиятындың көзетежелер оларақ әнді 139 үкіметке бағылы олмаған Украин тешкелеті кечті вет тахминен четелден 1000 көзетежелер. Оларның арасында Литвания, Португалия, Алмания, Франкистан, НАТО парламент ассамблеясы ве Авропа ишбірлік вет телекүсізлік тешкелеті. Бүгіндан баста рус ишгалжелері теш тоқтату режиміні кекере бозды атышлар Луганск тарафында еді. Боқта Украина Мудафа назерлігінің спикері Максим Праута хабер етті. Исенжілары Минск анlaşмаларында ясақ етілген силяны құланды Украина аскерлері арасында әлі қолған ве яраланғанлар yok. В районе населенного пункту Новолуганське с 7:40 Новолуганский тарafında saat 7:30'da başlap yarım saat devamında 82 kalibrli 5 mayın atıldı ve tanklarga karşı kol granata atqıç kullanıldı. Bundan son 1 saat devamında Novoaleksandrivka yanında ateş alıp barıldı. 120 mm kalibrli 14 mayın patlatıldı. Арбий СССР Украиндың жесі Василь Сорокаға операция yapıldı. Боқта UATV'ге оның адвокаты Сергей Бадамшин білдірді. Операция Москва шәрінде Пироговадына клиникада кечті, ертілған жылынлары тікілді ве әленден құршын парчалары чықарылды. Больница тоже подтвердила, что Василь хастаханеге түнеуін кетірілгенінің олар таздықладылар. Түнеуінде бірден чықарылды ве тағиқат тефрифханесіне еберілді. Яғни сорғылавлар тағиқат тефрифханесінде олacak. Не тайын етілгенінің Назыл Тедевилев бұны эпісін тавсиятлыжа жұма күні ограничем. Ноябрьнің 25-шінде Кереч боғазы янында Русия мақсус қызметлері Одесса лиманында назағды назы бойы Мариуполь лиманына ел тұтқан Украинаның Бердянск ве Никополь катерлеріне ве яны қапу рейд бұғысеріне ұжым етіп оларны запт етті. Нәтижеде 24 Украинды нәждесі сырылды, олардан учу яраланды. Украинлер ССС сыныр бозуында қабатланылды. Ишғал етілген Қырымдaki махкеме оларны тәқиф етті, бұндан сон олары Москва шәріндегі тәқиқат тәқиф ханелеріне авыштырылды. Бұл жерде оларының тәқиф мұдетті апрелінің сонуна қадар девам еттірілді. Епесі 24 Украинды нәждесі озыны Арбий әсірлер деп илан етті. Канаданың Арбий миссиясы Украинада да 3 ел болынacak UNIFIR мандат вақытыны 2022 сенесіне қадар ұзатты. Украина президенті Петро Порошенконың сөздеріне көре, бұл текті жавужжы оғынды Украинаға қол тұтуды гілді, ама арбийлердің азырлануында да керчек бар ярдамдар. О Канада арбийлеріне ішбірлік үшін миннетдарлық білдірді ве Русия ішенчілі ортақлары қол тұтқан күчлі Украинадан қорққаныны қайдетті. 200 бізім аскеріміз Украина арбилерінің мемлекет сыңырны имайы етуінде ярдым етмек үшін огретмеге девам етті. Программамызың башындан біз енді 10 бин арбийны огреттік. Сапер, екімлер, арби полислер программаның яңартылығы Украина халқына қол тұтывыны көстері. Арбилерімізден ғұрыр дуямыз ве Украина ордусының мұфафақиетлерінден илхамланамыз. Американың Айова, Висконсин ве Небраска елетіндеке сув ташқынларындан себеп 3 адам әляк олды, анда 16 өзен ташты боқта Мали үкімет хабер етмекті. Тахминен 1000 адам тахлие етілді, ярлы атом электростанцияларындан бірісіні сув басты. Небрасканың бірчоқ бөлгелерінде февқуляды вазиет илян етілді. Әлет валisi сув ташқаныны өлчісіне көре тарихи деп адландырды. Метеорологларының білдіргеніне көре себеп аваның исыныву, қар ирывы ве яғанақлар олды. Бөлгеді яғмурда бір қачкун яғажақ. Парисның мерkezінде сары елеклер назалықлары ясақ етілежек олаш жүмледен Шазелезі соқағында себеп шәрінің тарихи мерkezінде вандаллық. Боқта мемлекетінің баш назирі Эдуард Филипп білдірді. Оның сөзлеріне көре акциялар башланған тақдерді полис оларны дағытажақ. Наразылықлар
Вақтында зорбалық әрекетлері артқаны себебінден Париж полис башы Мишель Делипуэ истифаға чықты. Франкистанда сары елеклер назалықлары да кечкен сене ноябрь айында башланған еді. Адамлар яқыт фиятыны эксілтмеге ве айлықларыны көтермеге талап етеділер. Тезден үкімет узлашмақ разы олды, амма наразылықлар тоқтамады. Иштиракчилер мемлекетті яшайыш севиясын ейлештірулівіні яда президент Эммануэль Макронның истефасыны талап етелер. Бар мевсымының астрономик тақвиміне көре келуі. Киевді Наврез байрамы кечерілді, бұйран ве тюрк халқларының анянесі. Байрам тәдбірінді четел мемлекетлерінің 8 әлчілігі иштирак етті тәдбір программасында нон-стоп концерті. Чешет мемлекетлерінің ерве ойын ансамблері чықышта болынды. Бұның иле мили урбалар нумайы шетелді мили аняневи зифетлер бар еді ве баллар үшін усталық дәрслері кечерілді. Полонияның Варшава университетінде белесіз ғайып олған арбилер ве Кремльнің Украин сесимі бюслерінің фото ресімлері көстерілді. Сергенің мақсады дүния топлылығы украинлерінің азаты төлеві үшін Кремльге қаршы басқыларыны арттырмаға тәшвиқ етмектір. Эпос олып тәшкелетчілер 80 ресім топлады, сергіде есе 15-ні көстерділер. Сергенің açılышында диаспора тәмселжилері сесимі бюслер ве белесіз ғайып олғанларының ақырабалары келді. Сон Сергенің ері Варшавадаки Украина евіне деніштірілежек, анда о афтаның сонуна қадар ачық олажақ. Через виставку ми можемо передати Сергінің вастасы еле Украина шарқындаки жеңгінің ақыбетлері ақында чоқча малюмат бере білеміз. Адамлардың ағырсыны білдірете білеміз. Авропа жеметі еле бері-берлікте тежеуіз же еле көрешмек керек олғанымызны көстере білеміз. Сергі ярдымы еле адамлар белгісіз ғайып олғаны не қадар дешетлі олғанын аңлатмақ істейміз. Менің оғылым Иловайсктан чыққан сон әсірге тұшты, әке баласы бар, әкесі де бабасы олмадан мектепке қатнамақ башладылар. Туған адамның yoqluğu пек дұйыла, пек ағыр. Не яшағаныны, не асылда онен олғаныны білмейсін. Оның сөзлері Украина халқының қалбе. Бүгін Лина Костенконың доған күні. Эфсаневи шайрене сарджеве жемат әрбабы 89 яшына келді. О 15-тен зияде шырлер жиынтығы ве записки украинского сумасшедшего романның муэлифі. Шыры шәкленді язылған Маруся Чурай тарихи романы үшін ісе Тарас Шевченко адына Девлет мүкафатынен тақдерленген еді. Ойынды чоқ ел фаалиет көстермей, амма бұна бақма халық арасында ғайет мешур. Әрсене украинлер она бағышланған флешмоплар тешкіл еті. Весевімлі шайресіні Витаю Лина Костенко хаштаги алтында хайралайлар. Эн ейлерінден Киев Динамосы ве Украина жима тақымның эфсаневи идманжысы Валерий Лобановский футбол тарихында эн идманжыларының онуна кірді. Фрэнс футболы нуфузлыне шыре оны 6-й ярды ерлештірді. Бұның әле қайд етмелеміз ке Лобановский совет ве Украина футболы тарихында эн унванлы идманжы. Динамо тақымы еле әке кере УЕФА купасы ве суперкупасыны әлді еткенеді. Валерий Лобановский экибін әкесенесі 63 яшында вефат етті. Үрметлі серджелер бұды қақада біз сізлернен сағылықлашамыз, дады чоқ хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.